Казинформ агенттігі шетелдік дипломаттармен сұхбаттар сериясын жалғастырады. Бүгін біз Қазақстан мен бауырлас Түркия арасындағы достық және стратегиялық серіктестік қарым-қатынастарды талқылаймыз. Біздің қонағымыз Түркия Республикасының Қазақстандағы елшісі Мұстафа Капуджу мырза. Құрметті Мұстафа Капуджу мырза, тамыры терең тарихымызды айтпағанда, екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастарға 33 жыл толды. Қазақстан тәуелсіздігін кім бірінші мойындады деген сұрақта ақш пен Түркия қатар айтылады. Бұл жөнінде не дейсіз? 1991 жылы бірнеше бауырлас елдің тәуелсіздік алғанын қалай қабылдадыңыз? Өзіңіз жақсы білетіндей, Түркия Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып таныған мемлекет. Бұған ешкімнің күмәні жоқ деп ойлаймын. Қазақстан парламенті тәуелсіздік туралы шешім қабылдағаннан 2 сағат өтпей жатып, Түркия Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. Мұның айтарлықтай символдық маңызы бар. Алайда одан бөлекте маңызды себептерді атап өтуге болады. Түркия Кеңес одағы кезінде де Қазақстанмен байланысын жалғастыра білген мемлекет. Республика болып құрылған сәтінен бастап, біздің бұл өлкемен байланысымыз ешқашан тоқтаған емес. Тіпті елімізде Қазақстанмен байланысты көптеген зерттеулер жүргізіліп, түрлі журналдарда жарияланып отырды. Мысал ретінде сізге мыналарды айта аламын. 1927 жылы Түркияда жарық көре бастаған Жаңа Түркістан журналында Қазақстанға қатысты жазбалар жарияланды. Осман Қожаұлы, Зеки Фелиди, Мехмет Казым шығарған бұл журналда сол кездегі қазақ ағартушысы Мұстафа Шоқайдың жазбалар жарық көрді. Сондықтан 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін алғашқы болып мойындаудың астарында бұл елмен ешқашан байланыстың үзілмеуі жатыр деуге болады. Бұл шынында да бұрыннан келе жатқан түрік халқының үлкен бір сағынышы еді. Түрік және қазақ халықтарының ортақ тарихы мен мәдени байланыстары Түркияның Қазақстанда егемен ел ретінде бірінші болып мойындауынан әлдеқайда маңызды. Бұл да Түркияның Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мемлекет болуына әсер етті. Сондықтан басқа елдердің Қазақстанның тәуелсіздігін мойындамағаны біздің назарымыздың сыртында қалды. Әрине, қазір біз Түркия Республикасы Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш болып таныған ел ретінде мақтанамыз. Бұған себеп болған екі елдің бауырластығы мен мәдени байланысы деп айта аламыз. Бұдан басқа себептерді атап айтудың өзі артық. Екі елдің бір-біріне деген бауырмалдығы мен қолдауы өте маңызды. 1992 жылы 21 сәуірде алғашқы елшіміз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім хатын ұсына отырып, екі жақты байланыс орнатудың алғашқы қадамын жасады. Бірақ Қазақстан тәуелсіздігін жарияламай тұрып-ақ, сол кездегі Түркия президенті Тұрғұт Озалдың 1991 жылы наурыз айында Кеңес одағына сапары кезінде Қазақстан жеріне де табаны тиген еді. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін әлі алмаған тұста Түркияның мәдениет министрі Намык Кемал Зейбек те Қазақстанмен бірнеше мәдени келіссөздер жүргізген болатын. Бұның бәрі Қазақстанның тәуелсіздігін қабылдауға жасалған алғашқы қадамдар деп айтуға болады. Өзіңіздің де естелігіңізбен бөліссеңіз. Насыл алғыладыңыз 91 жылында? 1991 жылы мен әлі сыртқы істер министрлігінде қызметте емес едім. 1992 жылы сыртқы істер министрлігіне жұмысқа кірдім. Әрине, жұмысқа кірген соң құжаттарды оқып зерттеуді міндетім деп қана қабылдамадым. Бұл іске асқан қызығушылықпен кірістім. Біздің Орта Азия елдеріне, әсіресе Қазақстанға деген қызығушылығымыз бен махаббатымыз ешқашан таусылған емес. Сол кезеңде бүкіл түрік халқының Қазақстанға қатысты қандай сезімде болғанын өте жақсы білемін. Газеттерде көптеген мақалалар Орта Азиядағы бауырларымызбен қайта қауыштық. Бауырларымызды қайта құшағымызға аламыз деген тақырыпта жарық көргені есімде. Осы тәріздес сезімге эмоцияға толы мақалалар маған да жылы сезімдер сыйлады. Жеке тұлға адам ретінде барша түрік халқының бойындағы сол бір сезімді мен де өз басымнан өткердім деп айта аламын. Bu açıdan da kişisel olarak esasen bu Türk halkının yaşadığı o dönemdeki yoğun duyguyu ben de yaşadım. Түркия Қазақстанның ең ірі сауда серіктестерінің бестігіне кіреді. Екі елдің интеграциялық әлеуетін 100% пайдаланып отырмыз деп айтуға бола ма? Сауда көлемін кемінде 10 миллиард долларға жеткізу үшін қандай шаралар қабылдау керек? Biz tabii ilk 5
Türkiye arasında ticaret ortağı olarak gözüküyoruz ama Иә, қазір біз Қазақстанның ең ірі 5 сауда серіктесінің қатарынан орын аламыз. Алайда, әртүрлі өнімдер бойынша сауда жасайтын елдердің алғашқысы Түркия саналады. Кей мемлекеттер сауда айналымында тек қана бір секторда, мысалы, бір мемлекет энергетика саудасында ғана алдыңғы орында болуы мүмкін. Ал Түркия барлық дерлік салаларда сауда-саттықпен айналысатын жетекші елдердің бірі болып саналады. Біз былтыр 2023 жылы айтарлықтай ірі 9 миллиард долларға жуық сауда айналымын жасадық. Бұл Түркиядағы статистикалық деректер мәліметі. Биылғы алғашқы 6 айда да осындай көрсеткіш қайталанды. Былтыр екі елдің президенті түркі мемлекеттерінің ұйымы саммитінде келіссөздер жүргізген болатын. Сонда жылдық сауда айналымын 15 миллиард долларға жеткіземіз деген мақсат қойдық және оған қол жеткізе алатынымызға сенімдімін. Әрине, нақтырақ айтар болсақ, арамызда орта дәліз жобасы бойынша тек тауар айналымы емес, қызмет көрсету саласында да көрсеткіштерді артыруды көздеп отырмыз. Жоғарыда атап өткен 9 миллиард долларлық айналым тек тауар айналымына қатысты. Ал қызмет көрсету саласындағы көрсеткіштерге көз тастасақ, бұл саланың одан да тиімді тұстарын аңғаруға болады. Бұл тұрғыда логистика саласы туралы айтуға болады. Түркия орта дәлізден өтетін барлық тауардың соңғы 3 жылда 3 есе өскенін көріп қуанып отыр. Осы бағытта Түркия әлі де болса инвестиция құюды жалғастырады. Баку, Тбилиси, Карс темір жолының әлеуетін арттырдық. Бұл логистикалық қолдау мен транспорт жүйесінің дамуы, инвестициялардың ұлғаюымен біз алдымызға қойған сауда айналымына байланысты мақсатымызға айтарлықтай жақындадық. Әрине, қолда бар мүмкіндікті, әлеуетті толығымен қамтыдық деп айту мүмкін емес. Мұның да өзіндік себептері бар. Қауіпсіздіктің кейбір салаларында орын алған геосаяси тепе-теңдіктің өзгеруіне байланысты елдер арасында қауіпсіздік пен сенім мәселесі туындады. Бұл жаһандық сауданың негізгі кедергілердің бірі болып отыр. Түркия мен Қазақстан географиялық жағынан өте маңызды аймақта орналасқанын айтып өту керек. Өздеріңіз білетіндей, соңғы жылдары экономикалық қызметтің назары Азияға ауып келеді. Бүгінде Орта Азия сауда орталығына айналды, ал батыс елдері бұл тауарлар үшін негізгі нарық көзі болып отыр. Осы себепті ең алдымен логистикалық инвестицияларға көңіл бөлуіміз керек. Бұл бәсекелестік жағдайында бізде Түркия мен Қазақстан, Азия мен Еуропаны бір-біріне байланыстыратын мемлекеттер ретінде бұл артықшылықты көбірек пайдалануымыз қажет. Ал Зангезур дәлізін дамыту үшін не істеліп жатыр? Бұл болашақта түркі мемлекеттерінің сауда және көлік логистикалық бағытына қалай әсер етуі мүмкін? Zangezur koridoru mesafeleri oldukça kısaltacak ve hızlandıracak bir koridor. Зангезур дәлізін ара қашықтықты барынша қысқартатын және жылдамдататын дәліз ретінде қарастырамыз. Әсіресе бұл дәлізді аймақта бейбітшілікке ықпал ететін дәліз ретінде қарастырамыз. Әрине, Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбітшілік келіссөздерінің нәтижеге жетуін қолдаймыз. Осы бағытта жасалған нақты қадамдарға оң баға береміз. Зангезур дәлізі іске қосылған жағдайда сауда және логистика тұрғысынан Армения, Әзербайжан, Түркия және аймақтағы басқа елдер үшін де өте маңызды қадам болмақ. Bir barış koridoru olabilir. Жақында Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Астанаға Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне келіп бірқатар келіссөз өткізді. Терроризмге қарсы күрес мәселесін көтерді. Бұл кездесулер нәтижесінде қандай бастамаларды күтуге болады? Елдердің сыртқы саясатына әсер ететін факторлар бар. Соның бірі география, орналасқан аймақ. Түркия еуропалық және азиялық ел. Таяу шығысқа да көршіміз. Шанхай ұйымы бұл тұрғыдан сыртқы саяси бағыттарымыздың маңызды бөлшегі. Біздің жаңадан Азия атты бастамамыз бар. Бұл Азиядағы мемлекеттермен ара қатынасымызды жақсарта түсуді, тереңдетуді мақсат етеді. Президент Режеп Тайып Ердоған мырзаның Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысуы осы тұрғыдан үлкен mangızga ие болды. Çok çeşitli ülkelerle çok taraflılık ilkesi çerçevesinde bütün organizasyonlarla, bütün uluslararası kurumlarla ilişkilerimizi geliştirmeyi zorunlu kılıyor. Мамыр айында Түркия президенті жаңа конституция қабылдау қажеттігін мәлімдеді. Бұған не себеп болды? Жаңа құжатта нақты қандай өзгерістер болуы мүмкін? Конституцияға өзгертулер енгізу жобасы әлі жарияланған жоқ, бірақ өзіңіз де білесіз, мемлекеттер өзі қажет деп тапқан кезде конституциясына өзгерістер енгізе алады. Түркияда демократиялық республика ретінде қажет болған жағдайда конституциясына өзгерістер енгізе алады. Anayasada öngörülen
Таяу шығыстағы геосаяси жағдайға тоқталсақ, Палестина-Израиль қақтығысындағы жағдайды қалай бағалайсыз? Түркия президенті Израиль бойынша мәлімдеме жасады. Израильде соғыс өрті тұтанса, оның Түркиямен ықпалдас елдерге әсері қандай болуы мүмкін? Бұлай деп айтайын, Израиль мен Палестина арасындағы қақтығыс тек саяси жағдай болудан қалды. Ол жерде гуманитарлық трагедия бастан өтуді. Бұған тек саяси жағынан баға беру қате болады. Палестиналық бауырларымыздың, әсіресе әйелдер мен балалардың өлтірілуіне үнсіз қалуға болмайды. Яғни 21 ғасырда мұндай бір трагедиялық жағдайдың орын алуы Түркия тарапынан қабылданбайтын, адамшылыққа жатпайтын жағдай. Бүгінде халықаралық сотта қаралып жатқан бұл тақырып Оңтүстік Африка Республикасы тарапынан Израильдің 1948 жылғы геноцид қылмысының алдын алу жазалау конвенциясынан туындайтын міндеттемелерін бұзуына байланысты Израильге қарсы Біріккен Ұлттар ұйымы халықаралық сотына жасаған өтінішті еліміз процестің басынан бері бақылап келеді. Сот процесіне қосылу мүмкіндіктерін мұқият бағалаған соң биыл 1 мамырда сыртқы істер министріміз Хакан Фидан еліміздің сот процесіне қосылу шешімін жариялады. Осы процесте министрлеріміздің үйлестіруімен жүргізілген кешенді құқықтық жұмыс нәтижесінде 7 тамызда Израильге қарсы ашылған сотқа қосылуға ресми өтінішіміз Біріккен Ұлттар ұйымының халықаралық соты жарғысының 63 бабы аясында геноцид конвенциясына жақтас ел ретінде ұсынылды. Әрине, бейбіт тұрғындарға жасалған бұл шабуылдар басқа мемлекеттердің тек саяси ғана емес, моральдық және адамгершілік жағынан да қарсылығын тудыруы керек. Біз Түркия ретінде осылай ойлаймыз. Бұл жағдайға осы тұрғыдан қараймыз. Егер бұл тоқтатылмаса, өкінішке қарай өзіңізде айтып өткендей, қауіпсіздік жағынан проблемалар туындауы мүмкін. Бұл бүкіл әлемнің ортақ проблемасы болып отыр. Сондықтан Израильдің бұл әрекеттерін бірге тоқтатуға тырысу жолында бәрінің бұған қарсы бірлесіп әрекет етуін қамтамасыз ету үшін нақты қадамдар жасалуы керек. Түркия ретінде біз басқа мемлекеттерді және халықаралық ұйымдарды бұл тақырыптан нақты қадамдар жасауға шақыруды жалғастыра береміз. Соңғы қадам жасалғанша және бұл шабуылдар тоқтағанша Түркияның ұстанымы еш өзгермейді. Ve İsrail'in bu eylemlerine birlikte dur denmesi ve somut adım atılması gerekmektedir. Бұл ретте Түркияда Instagram желісінің бұғатталуы тосын құбылыс болды. Әрине 57 миллион пайдаланушы аз сан емес. Түркия халқы мұны қалай қабылдады және 10 күнде бизнес қанша шығынға ұшырады? Түркия Instagram желісімен қандай келісімге келді? Өзіңізге белгілі 11 тамыз күні Instagram желісі Түркияда қайта ашылды. Түркия құқықтық мемлекет. Түркияда бір телевизиялық каналда немесе әлеуметтік желіде хабар тарататын болсаңыз, Түркияның заңдары мен ережелеріне бағынуыңыз керек. Түркия егемен мемлекет ретінде өз заңдарына құрметпен қарауды талап ете алады. Instagram желісінде аудиториямыздың белсенді болуы біз үшін де маңызды. Түркия мен Instagram мамандары арасында жасалған келіссөздерде бұл мәселенің шешімі табылды. Осылайша Instagram'dan шектеу алынып тасталды. Facebook, Twitter немесе Instagram сияқты әлеуметтік желі платформалар үшін белгілі бір құқықтық ережелерді қабылдау заң бойынша талап етіледі. Бұл ережелерге бағынбаған жағдайда біздің заңды рәсімдерімізге сәйкес олардың қызметін шектеу шараларын қолдану қажет. Instagramға қатысты соңғы жағдайда осының аясында жасалған болатын. Алдағы уақытта қайтадан қайшы келетіндей ситуация болмайды деп үміттенеміз. Бұл оқиғаға экономикалық сауда жағынан қарау біраз дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі бірінші орында мемлекет заңдарының сақталуы тұру керек. Ең әуелі заңды ережелерге бағынуын қамтамасыз етуіміз керек. Әрине, қазір сауданың онлайн, әлеуметтік желілер арқылы жасалатынын білеміз, бірақ сауда жасайтын адамдарды мемлекеттік сын қатерлерді ескере отырып жұмыс істеу қажет деп ойлаймыз. Кей кездері осындай проблемаларға кезігуіміз мүмкін, бірақ жоғарыда айтып өткенімдей, Instagramмен ортақ шешімге келдік. Алдағы уақытта Түркияның заңдары мен ережелері тәртібі ескеріледі деп ойлаймыз. Ал қазір Түркияда Instagram'da еркін қолдануға болады. Ortadan kalkmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin yasalarına uymaya devam ederler ve böyle bir kısıtlamayla bir daha karşı karşıya kalmayız. Сіздің ойыңызша, Сирия проблематикасы қашан шешіледі деп ойлайсыз? Бұл жөнінде Астана процесінің қайта басталуын қалай бағалайсыз? Yeniden başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Бұл өте күрделі бір тақырып. Мұның қалай және қандай жолмен шешілетінін алдағы уақыт көрсетеді. Біз Түркия ретінде ең әуелі қауіпсіздік тақырыбына көңіл бөлеміз және мемлекеттік деңгейдегі жұмыстарымызды жалғастырудамыз. Астана процесі өте маңызды платформа. Қазақстан соңғы жылдары қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу жолында жұмыстарын арттыруда. Сондықтан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен жүзеге асырылып жатқан процесс үшін ризашылығымызды білдіреміз. Барлық тарапты бір ортаға жинап, дипломатиялық бір шешім табуға тырысып жатқан Астана процесіне қолдау көрсетеміз. Бұдан бөлек Алматыда Қазақстанның Армения мен Әзербайжан арасындағы дауды жеңілдетуге ықпал етуші рөліндегі кездесу өтті. Бұл үшінші мемлекеттердің қатысуынсыз екі ел арасындағы қарама-қайшылықты шешуге арналған платформа. Әрине бұл Қазақстанның бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі аймақтық және жаһандық рөлін арттырады. Астана процесіне басқа мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарда қызығушылық танытуда. Қазақстанның осы проблемаға үлес қосуын бізде маңызды деп есептейміз және осындай мүмкіндік берген үшін алғыс айтамыз. Benzer bir girişim yapıldı. Bunlar üçüncü ülkelerin karışmadan birlikte tarafların bir araya gelmesini sağlayan platformlardır ve barışa çok ciddi katkıları olan platformlardır. 2009 жылы құрылған Түркі кеңесі бүгінде Түркі мемлекеттері ұйымына айналды. Бұл ұйым анағұрлым интеграцияланған ынтымақтастыққа, ТМО-ға мүше мемлекеттердің әскери және экономикалық бірлестігіне айнала ала ма? Өзіңіз білетіндей, ең соңғы Түркі мемлекеттер ұйымы жиыны Қазақстанда өтті. Бұл жерде Түрктайм құжаты қабылданды. Мұны соңғы 10 жылда түркі елдері арасында орын алған процестердің бір нәтижесі ретінде көруге болады. Оған қоса түркі әлемінің келешегі 2040 құжаты қабылданды. Онда түркі мемлекеттер ұйымының 2040 жылға дейінгі мақсаттары белгіленген. Бұл құжатқа зер салып қарайтын болсаңыз, алдағы уақытта серіктестерімізді тереңдететін және дамытатын алдын ала ұсыныстар бар. Осындай жиындар арқылы барлық түркі халықтары бір ортада бас қосады. Докторларымыз, ғылыми зерттеушілеріміз, академиялық өкілдеріміз, университеттеріміз, әкімдіктеріміз өте маңызды кездесулер өткізеді. Біз көбінесе үлкен жиындар нәтижесін ғана көреміз, бірақ оның астарында біз көрмеген көптеген ұйымдар жұмыс істеуде. Алдағы кезеңде тағы да көптеген даму процестер, олардың қарым-қатынасымыздың одан әрі нығая түсуіне көмектесетінін көре аламыз деп сенеміз. Қазақстан мен Түркия арасындағы әскери ынтымақтастық деңгейіне қандай баға бере аласыз? Былтыр күзде Қазақстанда Анка дрондарын құрастыру қолға алынғаны хабарланды. Кейін ол жоба туралы мүлдем айтылмай кетті. Қазір осы келіссөздер қандай сатыда? Алға ілгерілеу бар ма? Қазақстан мен Түркияның әскери ынтымақтастығын маңызды деп санаймыз. Түркия қорғаныс өнеркәсібінде маңызды технологияға ие елдердің біріне айналды. Бұл технологиямызды бауырлас мемлекеттермен бөлісуді дұрыс деп санаймыз және тәжірибемізбен бөлісіп жатырмыз. Анкаға келсек, 3 ұшқышсыз басқарылатын ұшақ жеткізілді. Бұл бағытта жұмыстар жүргізілуде және ол процесс 3 айда немесе 5 айда жылдам орындалатын нәрсе емес. Мемлекеттер өзінің стратегиялық шешімдерін өзінің қажеттіліктеріне қарай қабылдауы қажет. Қазір Қазақстан үкіметінің қажеттілігі болған жағдайда Анка инвестиция жасай алады. Бірақ бұл процесс тек Қазақстан үкіметінің қажеттіліктері мен ұсыныстарына сәйкес орындалады. Бауырлас мемлекет ретінде тек бұл технологияларды ғана емес, басқа да тәжірибелерімізбен бөлісуге әрдайым дайынбыз. Dolayısıyla şu anda Anka uçakları Kazakistan'da eğer АЭС салу мәселесі екі елге де ортақ тақырыпқа айналғандай. Росатом Түркиядағы алғашқы Аққұйы атом электр станциясын салып жатыр. Бұл шешім қалай қабылданды? Қазақстандағыдай жалпы халықтық референдум өтті ме? Бұл бағытта Қазақстан не нәрсені ескеруі керек? Қазақстан бұл конуда нелері диkkate almalı? Biz tabii referandum yapmadık. Ядролық энергия тақырыбында бізде референдум өткізбедік. Әрине энергияның алуан түрлігін көбейту қажеттілігі бар. Тек қана табиғи газ бен жанармайға тәуелді болу мемлекеттің саяси проекциясында бүкіл жұмыртқаны бір себетте сақтағанмен бірдей. Энергетика саласына жасайтын инвестицияларымызды осындай оймен жүзеге асырамыз. Жоғарыда айтылғандай, Аққұйы АЭС құрылысы басталды. Алдағы жылы бірінші кезеңін аяқтаймыз және энергия алу процесі басталуын күтіп отырмыз. Қазақстанда бұл тақырыпта өз қажеттіліктеріне қарай шешім қабылдайды деп ойлаймыз.
Қазақстанда да бұл тақырыпқа қатысты түрлі мақалалар, жаңалықтар жазылып жатқанын бақылап отырмыз. Бұл әрине Қазақстан үкіметінің жеке шешімі. Референдум өткізу мәселесі де елдің қалауына байланысты. Бұл тақырыпта ең маңыздысы қауіпсіздік, сенімді бір энергия көзін табу. Түркияда бұл жағдайда әртүрлі ұсыныстарды назарға алып, Қазақстanda осыған ұқсас түрде сенімді және әртүрлі қуат көзін табуға басымдық береді. İhtiyaçlarına göre Kazakistan buna karar verecektir. Yani takip ettik. Yani referandum yapılacağı konusunda bir takım Өткен жылы Түркия мен Сирияда болған алапат зілзалада қазақстандықтар барынша қолдау көрсетуге тырысты. Салдары толығымен жойылды ма? Адамдар жаңа баспаналарына толықтай кірді ме? Бұл оқиғадан кейін жер сілкінісін зерттеу жұмыстары, құрылыс сапасына қойылатын қажеттіліктер күшейтілген шығар. Бұл олайдан sonra депрем araştırmaları, inşaat kalitesi gereklileri yoğunlaşmıştır. Түркиядағы зілзала 11 провинцияны қамтыды. Кейбір провинцияларда аса жойқын, кей жерде орташа деңгейде болды. 50 мыңнан астам адамымыздан айырылдық. Бұл тақырып қозғалғанда ең бірінші мына нәрсені баса айту керек. Қазақстан Түркияға алғашқылардың бірі болып көмегін жіберген және ең көп көрсеткен мемлекеттердің бірі болуы. Біз бұл көмекті бауырластықтың символы ретінде көрдік. Қиын күндері бір-бірімізге қол ұшын созу ұстанымын осы зілзалада дәлелдеген үшін қазақ халқына, қазақ үкіметіне осы сәтті пайдалана отырып алғыс айтам. Мұнда еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін қолынан келгенше халықтан халыққа жіберген көмегін айтқым келеді. Бұл біз үшін өте қымбат. Көмектің көлеміне, бағасына назар аудармадық. Оның қаншалықты шын жүректен жасалғанын көрдік. 6 жасар қыздың ақша жинайтын сандықшасын босатып, көмек ретінде жіберуі біз үшін $1 миллион да қымбаттырақ. Бауырлас елдер ретінде кез келген жағдайда бір-біріміздің жанымыздан табылуымыз керек. Біз мұны жер сілкінісі кезінде өте жақсы сезіндік. Қазақстанда көктемде сел жүрді. Бізде көмек қолын созар едік, алайда Қазақстан үкіметі өз мүмкіндіктерімен апатты еңсере білгеніне қатты қуандық. Өте ауқымды алдын алу шараларын жүргізу арқылы 100 жылда бір болатын селге Қазақстан жалғыз өзі төтеп бере алды. Бірақ егер қажеттілік туындаған жағдайда, әрине біз де жағынан табылуға, кез келген көмек түрін жеткізуге дайын екенімізді білдірдік. Қазақстанның дамыған іздеу және құтқару технологиясы арқасында апат ауқымының кеңеюіне жол берілмеді. Барлық қиындық артта қалсын деп тілеймін. Түркияда 75 мың тұрғын үйді бір жылда салып, заңды қожайындарына тапсырдық. 300 мың тұрғын үйдің құрылысы әлі жалғасып жатыр. Әрине, мұндай күтпеген апат жарасының жазылуы үшін бір жыл өте аз. Бұдан да көп уақытты қажет етеді. Мұндай оқиғадан кейін ескі қалалардың бұрынғы мәдени келбетін қайтару қиын әрі ұзақ уақыт алады. Бұл тек үй салумен шектелетін нәрсе емес, бірақ бұл процесс үй және ғимарат салумен басталады. Мұнда тағы да уақыт қажет екенін айтқым келеді. Бүгінгі күнге дейін өз мүмкіндігімізбен 75 мың үйді қолданысқа беруіміз маңызды жетістік. Енді тағы 300 мың үй салынып жатыр. Қаланың ескі рухын қалпына келтіруге тырысамыз, бірақ бұл ғимараттарды салып болғаннан кейінгі мәселе. Біз аз уақыттың ішінде үйлерді өзіміз ойлағаннан да жылдам салдық. Сондықтан рухани жағын қалпына келтіруде ұзаққа созылмайды деп ойлаймыз. 24 saat içerisinde her türlü yardımı gönderebileceğimizi ilettik. Biz de çok teşekkür ederiz yardımınız için. Түркі елдері арасында жиі айтылатын ортақ әліпби жөнінде ой бөліссеңіз. Бұған дейін 4-5 раунд келіссөз өтіп үлгерді. Әрбір елдің өз амбициясы барын ескерсек, ортақ әліпби утопия болып көрінбей ме? Kendi hırsları varsa bu ortak alfabe utopik gibi bir fikir gibi gelmiyor mu? Ya utopik Жоқ, маған бұл утопиялық пікір болып көрінбейді. Мұны ғылыми жағынан алып қарасақ, халықаралық түркі академиясы мен ғалымдар түркі тілдерінің дыбысталуын негізге ала отырып, бұл бағытта жақсы ғылыми жұмыстар жүргізіп жатыр. Олардың алғашқы жиналысы 2023 жылы осында өтті. Одан кейін де бірнеше жиналыс өткізілді. Әрине, түркі тілдерінің бірлігі интеграция жағынан алып қарағанда жасалуы керек маңызды қадамдардың бірі. Құрметті президентіміз де мұны түркі елдерінің бас қосуында сөйлеген сөзінде айтып өтті. Түркі мемлекеттерінің тіл бірлігі біздің маңызды мақсаттарымыздың бірі. Біздің президентіміз бұл салаға жасалатын алғашқы қадам ортақ түркі әліпбиімен басталатынын атап өтті. Сондықтан бұл саладағы жұмыстар әлі жалғасып жатыр. Алғашқы жиналыстың Астанада өтуі де маңызды. Сосын Бакуде, Алматыда бас қосу ұйымдастырылды. Бұл бағытта ғылыми жағынан да, техникалық жағынан да жұмыстар жалғасып жатыр.
Биыл да қазақстандықтар Түркиядан баспана алушылардың үздік ондығына кірді. Бұған салынатын салық мөлшері өсті ме? Кейінгі жылдары шетелдіктер көбейіп, Түркияда тұру талаптары қиындай түскен секілді. Бұл ретте қазақстандықтарға қандай кеңес берер едіңіз? Yani vergi artmadı. Yani Türkiye'de konutlarla ilgili herhangi bir салық vergi көбейген жоқ, düzenlemesi тек ретсіз және заңсыз көші-қонға байланысты әртүрлі шараларымыз бар. Заң бойынша ықтияр хат алып, көшіп келген, тәртіп бұзбаған адамдарға ешқандай әсері болмайды. Бірақ менің кеңесім көші-қон мекемесіне барып, бұрынғы жасалған ықтияр хат уақыты бітпей тұрып, уақытын ұзартқан жөн. Biliyorsunuz yasal olmayan ikamet şartlarını ve işte uymayanlara karşı getirilen bir takım önlemler. Қазақстандылар да түрк туризміні өзелікте Қазақстандықтар Түркия туризмін, оның ішінде теңіз жағалауларын, асханасы мен қызмет көрсету әдебін ерекше бағалайды. Ал түркиялық ағайындардың ата жұртына көптеп келуі байқала ма? Статистика не дейді? 2023 yılında yani 2023 жылы шамамен 850 мың қазақ бауырымыз Түркияға сапарлаған, ал Қазақстанға шамамен 190 мың түрік азаматы келді. Әрине, Түркия танымал туристік бағыт болғандықтан, арадағы бұл сандық көрсеткіштер аса маңыз береді деп ойламаймын. Себебі мұның бірнеше факторлары болуы мүмкін. Біріншісі, әуе жолдары. Соңғы уақытта Air Astana рейстері өте жиіледі. Pegasus'та көптеген қалаға тікелей рейстер ашты. Turkish Airlines, AJT, Fly Aштан Анкараға, Стамбулға және Түркияның Анталия секілді басқа аймақтарына да тікелей рейстер қоса бастады. Туризм біздің дипломатиялық қарым-қатынасымыздан бөлек халықтарымыздың өзара байланысты құруына, жақындасуына көмектесіп жатқан бір процесс. Яғни туризм тек экономикалық, сауда байланысы мен мәдениетін тану мүмкіндігін беріп отырған секторға айналды. Сондай-ақ мемлекет тарапынан да Түркиядан Қазақстанға, Қазақстаннан Түркияға әуе рейстермен қатынауды оңайлату үшін қолдау көрсетілуде. Pegasus direkt uçuşlar yapıyor. Yine aynı şekilde Қыркүйек айында Астанада дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Оған Түркия қалай дайындалып жатыр? Қандай айтулы спортшыларыңыз келеді? Бұл іс-шара түркиялық туристердің артуына септігін тигізетін шығар. evet tabii ki yani Әрине, көшпенділер ойындарын көруге келетін түркиялықтар өте көп. Біз 100-ге жуық спортшымыздың қатысуын қамтамасыз етеміз. Көп мөлшерде спортшы қатысатын мемлекеттердің бірі боламыз. Түркияның спорт министрлігі өткен аптада осы тақырыпқа қатысты елдегі туризм министрлігі мен спорт ұйымдарымен жиналыс өткізді. Түркия атынан ойындарға қатысатынымызға қуанышты екенімізді айтқым келеді. Қазір түрік спортшылар қызу дайындық үстінде. Алдағы уақытта ТРТ каналынан спортшыларымыздың дайындығы туралы сюжет көрсетеміз. Көшпенділер ойындары әрине тарихи бір миссияға ие жоба. Ортақ тарихи спортымыз бар екенін айта өту керек. Бұл да Олимпиадаға ұқсас ұйымдастырылады деп сенеміз. Қазір кім қатысатынын нақты білмеймін, бірақ біз барлық спорт түріне спортшы дайындап жатырмыз. Бәрі өте сәтті өтеді деп сенемін. Былтыр Түркияда өткен көшпенділер ойыны жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Бұл шараны Қазақстанда тағы бір таныта түсетін және тарихи ойындарымызда бүкіл әлемге танытуға мүмкіндік беретін ауқымда оқиға деуге болады. Göçebe oyunları tabii tarihi bir misyonu da var. Yani bizim ortak geçmiş sporlarımızı gün yüzüne çıkartan. Түркияда соңғы жылдары домбыраға қызығушылық артқан көрінеді. Тіпті Анталия жағасында домбыраға ескерткіш орнатылуы мұны айғақтай түседі. Бұған екі ел арасындағы мәдени байланыстар ықпал етті ме? Tabii denilebilir. Иә, солай деуге де болады. Домбыра Қазақстанның ұлттық аспабы. Бізде де соған ұқсайтын саз аспабы бар, бірақ домбыраны тарту оған қарағанда қиын екенін білемін. 5-6 шегі бар аспаптардан шығатын дауысты домбырадағы 2 шектен шығару өте қиын деп ойлаймын. Сондықтан домбыра ойнай алатын өнерпаздарды өте талантты деп айтуға болады. Домбыра ескерткішінің Анталияда орнатылуын маңызды деп ойлаймын, себебі Анталия қазақтар ең көп келетін қалалардың бірі. Екі елге бір-бірінің ұлттық аспаптарын көрсету маңызды. Осылайша біздің ортақ мәдени байланысымыз бар екенін көре аламыз. Өткен жылы мұнда Ататүрік саябағында Юнус Эмре ескерткішін аштық. Бірнеше көшеге атау берілді. Түркияда да бірнеше саябаққа қазақ ағартушыларының, қазақ мемлекет қайраткерлерінің атын бердік. Осы арқылы біз жастарға жаңа буынға екі ел арасындағы қарым-қатынаста мәдени және тарихи ортақ құндылықтарымыз бар екенін еске салғымыз келеді. Домбыраны көрген бір адам
бұл не, кімнің аспабы деп қызығушылық танытады. Сәйкесінше Қазақстанда да Юнус Эмре жай ғана мүсін емес, екі елге ортақ маңызды тұлға екенін білдіргім келеді. Көшелерге берілген атаулар да жастардың қызығушылығын оятып, оларды жаңа ақпарат білуге ынталандырады. Сондықтан мұны тек қана символ ретінде көру жеткіліксіз. Бұл екі ел арасындағы қатынасты одан сайын нығайта түседі деп сенеміз. Çok teşekkürler. Казахстанда бүйік елші Сіздің Қазақстанға елші болып келгеніңізге жылдан асты. Бұған дейін Тәжікстан, Италия, Бразилия, Түркменстанда елшілік қызмет атқарғаныңызды білеміз. Қазақстанның біраз қаласын аралап та үлгерген екенсіз. Қандай әсер алдыңыз? Ziyaret ettiniz. Bu benim son sorum. Nasıl bir izlenim bıraktınız? Әзірге Ақтауға, Шымкентке, Түркістан, Алматы, Тараз қалаларына баруға мүмкіндігім болды. Алдағы уақытта да біраз шығыс пен солтүстік өңірлерге баруға ниеттімін. Мүмкіндік туған бойда Өскеменге, Семейге, Павлодарға баруды жоспарлап отырмын. Шынымды айтсам, мұнда алғаш келгенде еш жатырқамадым. Астанаға да бірден үйреніп кеттім. Алғашқы күннен ақ өз үйімде жүргендей сезіндім. Көшеге шыққанда қазақ бауырларымыздың бізге қамқорлықпен, махаббатпен қарайтынын сезіндік. Әсіресе түркілердің рухани астанасы Түркістанда Ахмет Яссауи, Арыстан баб кесенелеріне барғанда бұл сезімдерімізді тағы да тереңдей түскенін байқадық. Өздеріңіз білетіндей, Қожа Ахмет Яссауи Анадолудағы исламның символы, ал түркі әлеміндегі мұсылмандық Ахмет Яссауи арқылы тарағанын білеміз. Яссауи арқылы тараған дәстүр біздің елдегі мұсылмандыққа өте жақын. Алматы туралы да айрықша атап өткім келеді. Мәдениет жағынан Алматы өте ерекше бір қала деп айтуға болады. Сауда айналымы да айтарлықтай дамыған деуге болады. Былтыр Астананың елорда атануының 25 жылдық мерейтойын тойладық. Астананың осындай тез дамып кетуі меніңше Қазақстан үкіметінің жетістігінің бірі саналады. Астанаға осы уақытта түрлі аймақтардан адамдар көшіп келіп орналасқан. Осы арқылы Астана түрлі мәдениеттің бір жерде тоғысқан нүктесіне айналды. Гастрономиялық жағынан да өте маңызды ықпал бар екенін байқауға болады. Қысқаша мынаны айтқым келеді. Қазақстандағы қалаларды аралауымызда Түркиядағы қаладан басқа қалаға кеткендей сезім болған жоқ. Күнделікті өмірімізде қиындыққа тап болмадық. Ресми қызметімде соңғы 1,5 жылда еш мәселе туындамады. Қазақ бауырларымыздан, сыртқы істер министрлігінен үнемі достық, бауырмалдық көреміз. Бізбен шынайы қарым-қатынаста және үнемі құшақтары ашық. Осы үшін де алғыс айтқым келеді. Bize çok yakın. Bunu çok yakından hissettik. Қаласаңыз, Қазақстанның гастрономдық ерекшеліктері жөнінде толығырақ айтып бере аласыз. Kımız ve At eti. Мен өзім жалпы өмірде көп ет жейтін адам емеспін, дегенмен ат етінің дәмін көрдім. Қонаққа шақырғанда бізге қымызды ұсынды. Ол тіпті өз үйімізде де бар. Өзіңіз білесіз, қымыз Түркияда жиі ішілетін сусын емес, бірақ Қазақстанда болғанда өз тоңазытқышымызға алып қоюға тырысамын. Себебі келген қонақтарға қымыз ұсынып, бауырлас елдің мәдениетіне құрмет көрсетуге тырысамын. Әрине, бұл жерде қазақша ет тағамы өте танымал. Бұл енді қазақ халқының ұлттық тағамы. Ұлттық тағамға құрмет ретінде ет жемейтін адам болсам да дәмін көремін, бірақ бауырсақ ең жақсы көретін тағамының бірі. Түркияда пиши деген түрі бар, бірақ бізге Қазақстандағы бауырсақ дәмдірек болып көрінеді. Қалай жасалатынын да білеміз. Сыртта тамақ ішкенде үлкен мәнтіні жақсы көреміз. Түркияда мәнтінің үлкені де кішісі де бар, бірақ Қазақстандағы үлкен мәнті дәмдірек. Мен негізі тамақтануға қатты мән беремін. Өте көп калория алмауға тырысамын, бірақ айтылған тағамдардың дәмін көрмей отыра алмаймын. Қазақстан гастрономиясы сондай бай. Түркістан аймағы көп ет жейтін аймаққа саналады. Мал шаруашылығының дамуымен де байланысты деп ойлаймын. Сондықтан бұл жақтағы еттен жасалатын тағамдар өте дәмді болып шығады. Қазақстанның гастрономиясы алуан түрлі. Түрлі тағам мәдениетінің тоғысқан жері деуге болады. Сырттан тамақтанғанда еуропалық ресторанға қарағанда қазақы мейрамханаларға baruды көремін. Bu iyi bir konuda röportajımızı tamamlayız. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Осындай жағымды нотада сұхбатымызды аяқтаймыз. Уақыт бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. İnşallah devamı da gelir. Ben çok teşekkür ediyorum teşekkürler. misafir ettiğimiz için size. Sağ olun.